Өзге ақпараттар. Түркістан облысында ауыл тұрғындары шибөрден шошып отыр. Өзбекстанмен іргелес жатқан Сарыағаш ауданындағы Қанағат елді мекенінде көшеде жарық болмаған соң аңдар ауыл ішіне дейін кіріп тұрғындарды қуатын жағдай жиілеп. Қараңғы түссе түнекте қалып, аңнан қорқып жүрген жұрттың жолдары да лай батпақ. Сондықтан тұрғындар ауыл ішіндегі бір құбырдан ғана ағатын суға баруға да қорқады. Су әкелу үшін түнекте саз кешіп, аңдармен алысып жүрген ауыл жайын Бек Абиев көріп келген еді. Қанағат ауылы Қазақстан мен Өзбекстан шекарасы маңынан орын тепкен елді мекендердің бірі. Ауыл ішінде су бір құбырдан ғана ағады. Шелек пен пластик бөтелке көтерген қарттан балаға дейін осы су үшін ауылдың арғы бергі басынан келіп кезекте тұрады. Алайда оның өзі 1 сағат ақса 5 сағат тоқтап тұрады екен. Өстіп су тасимыз, амал жоқ. Су болса, су болмаса шелегіміз құрып кете береді. Қазір қайтып келеді, су жоқ, не істейсіздер? Енді амал жоқ, бүгін кешегіден қалған суды амалдап тамақ істейміз балдарға. Өркениеттен құрғалы отырған қанағаттықтар ауылдың жолында көрсетті. Нақтысы жолының жоқтығы. Жауын шашын көп, жылдың 3 мезгілінде аяққа целлофан киіп жүреміз деген тұрғындар бұнда 60-шы жылдардан бері асфальт көрмепті. Тіпті балаларды мектепке таситын шағын автобустар жаңбыр мен қардан соң ішке көшелерге кіруден бас тартады екен. Жаңбыр жауса вообще жүре алмай қаламыз. Бұл көшеге кірмейміз жаңбыр жауса. Ана адамдардың бәрі балдарды көшеге шығарып тұрады трассаға. Соқтан жинаймыз. Неғып кірмейсіздер өйткені? Жол жаман. Шыға алмаймыз мына жақтан. Ана жерге батып қаламыз. Оны бір май көлік керек сүйреп шығару үшін бұны. Жергілікті биліктен қайыр көрмеген жұрт өздері ақша жинап көшелерге шағал тас төсеген екен. Бірақ газ кіргіземіз деп көше қазғандар жолдың ойранын шығарып, шағал тас батпаққа сіңіп жоқ болған. Бірақ газ да сол күйі тартылмаған. Батпаққа батып әрең келетін оқушыларға да көшеде жарықтың болмағаны қиын болып тұр. Қараңғыда балаларға шибөрлер де шабуылдайды екен. Біз арғы шеткі ауылда тұрамыз, әлі бармадыңдар ғой о жерге. Барсаңдар көресің. Жаңа балдардың бәрін қуалап, көппе күндіз обедте ғана шайнап, үйіне алып келген ғой. Не нәрсе алып келген? Шибөр. Сіздерде де көшеде жарық жоқ шығар? Қанағаттықтар шулаған соң ауыл басшылығынан бастап Сарыағаш аудандық әкімдігінен де өкілдер келген. Бірақ ауылға жол, су, жарық пен газдың нақты қашан келерін ешқайсысы айта алмай састы. Проектный смета документация селінсе суға, су кіргізіп алайық. Оған дейін жаңағы тиісті көшелерді біз асфальттан өткізе береміз оны, асфальт төсей береміз оны. Қашан? Енді бюджеттен ақша бөлінсе оны істей береміз оны, бізден қарап қалмаймыз оны. Яғни әлі жобалық құжаты жасалмаған судың қашан келері белгісіз. Ал құбырларды төсеп бітпей, асфальт төсемейміз деген биліктің сөзінен ұққанымыз, Қанағат ауылы қазіргі күйін әлі ұзақ уақыт қанағат етуіне тура келетін сияқты. Бек Абиев, Евгений Сергеенко, КТК, Түркістан облысынан.